Алдымен сервис мені қарсы алады, содан соң офиске барып брифинг өтеді. Брифинг кезінде қай бағытқа ұшатынымызды, ұшу қанша уақыт болатынын, жолаушылар туралы мәліметтер беріледі. Сондай-ақ брифинг карточкаларын қауіпсіздік және медицина бойынша сұрақтарға жауап береміз, себебі қауіпсіздік біз үшін ең маңызды нәрсе. Одан кейін медикалға барып тексерісінен өтеміз. Мұнда біздің пульсімізді өлшеп, жалпы жағдайымызды ұшуға дайын екеніміз тексереді. Содан соң перронға шығып, көлікпен ұшаққа барамыз. Ұшақ кіргеннен кейін мен өзімнің зонамдағы авариялық құтқару жабдықтарын тексеремін. Кухняны қабылдап, салонды толық дайындап, жолаушыларымызды қабылдауға дайын боламыз. Жолаушылар кірген кезде мен бордингті оқимын және де орындарына жайғасуларына көмектесемін. Ұшақ қауіпсіздік биіктікке көтерілген соң сервис заттарын дайындап, біз сервиске шығамыз. Шай, кофе және де басқа да тіске басарлар ұсынамыз. Біткен соң барлығын орындарына қойып, ұшақ төмендей бастағанда дайындықтарымызды жасап, орнымызға отырамыз. Сәлем, Түркістан қаласына келдік. Түркістан қаласына қош келдік. Қонғаннан кейін жолаушыларымызды шығарып салып, салонда ұмытылған заттар үшін тексереміз. Сосын тележкаларды пломбалаймын, осылайша менің жұмыс күнім аяқталады. Сөйтіп бәріміз үйге қайтамыз.